Сәлем достар, подписчиктеріне қош келдіңіздер. Бүгін комментария жазып ұмытпаңыздар. Ал біз бүгін Тока-Бока әлеміне қош келдіңіздер. Тока-Бокада біз қызықты видеоларымызды түсіретін боламыз. Ал біз бастаймыз Тока-Бокамызды. Ал міне біз Тока-Бокамызға кірдік. Бұл жерде мен неше түрлі үйлеріне бүкіл үй жасап тастаған. Аяқтан да үйдің бүкілін жасап шықтым. Бұл өте керемет, барлықтарыңызға иә деп ойлаймын. Бүкіл аралап, қай жерде не бар екенін уже біліп алдым. Мен бұны қазір біз қандай видео түсіретінімізді мен ойлап қарасам, бүгін мен өз үйлерімді таныстырып шығатын видео. Бұл видеолар мен бүгін екі үйді таныстырам. Ол бізде екі этажный көріп тұрғаныңыздағыдай, мына жерде екі этажный үй тұр, серый, розовый. Серый қатты құрмет, мынау жабық. Кетіп ұншытайды бастайыз. Ал достар, мінекей біз кірдік, және де подписаться, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Үшеуі, бұл кім десеңіздер, мына жерде бізде Аянат, Диана, Нур, Ислам, мынау короче бір бәбе, любой бір бәбе, сондай. И және мама папа керек, мама мен папа керек. Бізге мама мен папаны қайдан табамыз біз? Бұл біздің жанұя, ажығына бөпе жоқтығын бізде, бұндай жанұяда. Ал біз кетіп тағыдан келесін. Мама үйде жүреді, біз барлығымыз келеміз. То есть барлығымыз емес. Папа бізде жұмыста, как всегда, мына жұмыста деп ойлаңыздар. Жоқ қойыстып. Жоқ, және біз айнаттап келатыр мен. Бұл айна төртте негізі үлкен емес. Үлкен деп ойламаңыздар. Мына үйде. Және Нұрислам футбол ойнап жүр. Бұл да жоқ. И мама бізде, как всегда, өзінің любимый шайын ішіп отырады. Ал біз сериямызды бастаймыз. Міне басталды. Ой, мына екеуі етсек келді ғой. Мана Кәусәрмен сөйлесіп отыр еді ғой. Қақа кетті. Уже келді ғой. Тез келеді кенші. Баратырым. Не oldu? Ой, мама келді қой, неге тесін ашпайсыз? Неге аштық қой? Ал, Нұрислам мынақта шақырмадың ба тез? Ой, жүр қой бір. Сол жерде. Айнат. Ау, бөлмеңе аш бір. Мен бөлмемнен жарайды. Мен қорқам кішкене. Қыздар, қасымда біреу жүрсін. Қыздар барыңдар бөлмелеріне. Мен шай ішем. Мазалай бермеңіздер. Бесить. Мен де қарным ашып кетті. Ой, бағанағыма тамақ беріп жіберіп едім ғой ден. Барыңдар. Қой, неге ала берем? Ой, қыз жана мен ромаңды құсып берем. Қайқа баратсың? Қайқа бару сен? Аралай ма ішін? Ішін түсіп кетті.
диванның астында ма? Қаяқта екен? Заттардың ішінде ме? Киімдердің астында ма? Қалтасында ма? Немене? Қаяқта тақпайтын жері жоқ ше маманың. Тұр. Қалай таптың ба? Жоқ, тапқан жоқпын. Қаяқта? Ой, бір түс кетті төбеге. Апатай. Бассейнге түсейікші. Кеше түсе алмадым. Бүгін қыз кешке Нұрислам келсін, солармен бірге трюк жасаймыз. Қайда кафе емес пе Нұрислам аға жоқ қой. Ол болу керек ол. Бөлмеңе бар. Кене жат. Жатасың ба, не істейсің? Мен бөлмеме барасың ба? Сен киім ауыстырасың ба? Киім ауыстырып, сосын сен бөлмеге барам. Оны қашан бөбеміз пайда болады соған. Қашан бөбеміз пайда болады. Жарайды. Кәнем киімді ауыстырып. Мен одан шамашы жасаймын. Біз киім ауыстырамыз. Так, қайым. Апатай деймін. Не? Ау дейсің, кіттай боласың. Ау! Айғайлама сөйлесең. Я, бол, айтшы. Әлбесе папаға айтып береміз. Айтшы. Ана, қысқа атқан киімің бар ма? Әдемі киімің басында бар еді. Ой, сенде киімің жететін. Айғайлама сөйлесең. Бірсе. Қайта келеді. Ну ладно, дәл. Немесе, ана жасыл бар ғой, соны ки. Оны сәйдік киген ғой. Курткаңды ки. Ай, месе ана жасыл юбкаңмен ки. Жоқ, ол бір қызыға монстрның үйіне баратын кезде соны киеміз ғой. Көлем ме яраншы? Оны қыдырғанда кем. Қызыңды кем. Оны да дала ойнағанда кем. Ана аразымен ки. Оны да қыдырғы әжем бережет, оны кимеге түрге. Мені қайсың кесін, анауын кесін ба? Со айтып тұрмын ғой қайсың кесін. Онда менің алдындағы немді кофтамды қайтарып бересің, мен саған өзімдікін берем. Қай кофта? Сен маған өзімнің юбкамды қайтарып бересің. Дегенге бересің. Айтшы. Мен саған... Так. Мен саған қара көйлегімді берейін ба? Жара киіп көрейін. Жараспай ма? Жараспай. Науше. Анау XX бар ғой сен. Алма, мен сияқты? Я. Осына? Я, бау, берес па? Апатай? Кірлетсен, бүкіл киіміңді алып қоям. Ту, жарайтын. Кірлетпе. Таза ұста. Пәтемін арома қосып берейін бе, әлде мен білмеймін, маша жасап отырасың ба? Маша жасап отырам. Жатқаны маша жасап. Бұл шашып салма мен. Басқа. Так. Апатай, сіздің мысыңыз жоқ қой, не андай оқуға? Мысық жатпай ма? Мен жатам ғой. Мысық жатам ғой. Мен жатам. Жатсыз ба? Мен жатпаймын, отырамын. Отырамын işte. Мысық жып көрем ғой мен. Перденің өзіме бар.
Мама! Осы бірінші жаңағы осы естейтіндей. Естейді қазір. Маған перде алайықты. Әкеп қойғам. Қазір алып кетсем, если что. Келдім ау. Көтере алмадым ше. Папалар келеді. Папа, то есть өзім әкелдім. Ілдік ау әрең ше. Өстіп ұқтамасам пердемен ше. Саған да перде керек па? Я-да. Керек емес па? Керек. Жарайды қыз, мамадан. Ап кел бір. Сен. Қандай перде қалайсың? Олексін, заказ беріп қойын. Соткамды әкеш, жата берме өзіңнің. Мен соткамды білмеймін. Бірінші тұржы алып қоймақпын. Папаның шалбарын алып ойна баш. Ой. Ой, бір. Соткамды алам. Мә. Әкел бері. Не бар? Так. Мына перден қалайсың ба? Мына қараш. Қайсысы? Мынау. Я, вау, әдемі екен. Осыны заказ берейік онда, я? Так, кеттік. Келді заказды істеп кеткен шығар, уж көрейікші кеттік. Кеттік. Қалай тұр екен? Вау, әдемі, жап. Не ғой, қараңғы. Вау, әдемі келгенді ұстайсың. Әдемі азанда күн түсіп тұрмай тұрады. Иә. Светімі түнде өшіп кетсем. Папа қашан келеді? Папа шоколад келеміз деп сұру екеумізге, иә? Менде шоколад келеді. Давай мамадан сұрайық. Ой, мама, жүр холодильниктер алып келейікші ба? Холодильникте бар ма екен? Мен шама терезені ашып кетейік, ауа қарсын, иә? Мына телефон ашып келесің ба? Жоқ. Өзіңді алып жүр. Кетті, онда төменге түсейік. Келді ғал. Маған да сайымыз, а? Сен бір жүш. Мама. Не. Ау, денсей. Ау. Шоколад жесек бола ма? Несіне шоколадтан бастатпайсыңдар? Немесе мороженое жейік? Мороженое бар екен, көректі. Продукт бітіп жатыр. Бітіп бүгін маршмеллоу жеш па? Не. Ақ кетінеш па сол ей? Есіне барақшы айтпесем, анеха барым деп тұрған жоқ. Уже анеха жасап кеттім. Маманың бөлмесіне барайық. Кеттік. Ұқтамаса ше. Қойырсын. Ұқтамалақ ба? Шымаларын жеп алайықшы бірінші. Жағып кеттім өзі жүйеге. Шашап кеттім. Өзім шашап кеттім. Анамын. Короче, біз қазір давай мамалардың киімдерін деп көреміз. Давай. Дау мен костюм бар емес. О не? Маманың бұрынғы повар киімі ғой. О не істеп жүр? О, әдемі екен. Деп көрейін. Маманың бұрынғы киімі. Мамаға қыз керек емес шығар, мен алайын. Сен садисің ғой, маған керек қой. Студент, қазіргі етін ғой студенттерді. Базай купальник, спортивка,
купальник. Әдемі. Мамада миллион киім бар, бізде неғып миллион киім жоқ. Маманың костюмы. Мамаға ағанда сикші аға. Ағанда пранк ұстайды ғой бізге. Алданып қалдық қой. Айтпаш, оған қандай пранк ұстағы екен. Соғы. Маманың бөлмесінде камера бар ме? Қаз іздеп көрейін. Қаз іздеп көрейік енді. Міне осы пердені всегда ашып қоймайды неге? Біз кіреміз. Бірақ біздің бұяқта всегда мама бұяқтан ақша іздеп отқанымызды көріп қоя береді. Біліп қояды. Қалай біліп қояды? Айнат. Білмеймін. Пападан іздеп көрейік. Сонда бізді өсектен көріп қоя ма не? Жоқ қояқта аға осылай ол көріп тұрған жоқта бар камера. Біз әлі көріп тұр қой. Кетсін видеоны бастайық. Камераны қосайық. Кет қылайық да. Ағаны мұны үйде тұрайық. Тұрайық. Или маманың қасында түк білмегенде отырайық та, ол ақшаны алып ұстап аламыз. Аған жақып келді футболдан. Жатқанша ұсын қас келеді ғой. Яғы өтсіңдер сендер, әшінде отырмайтын едіңдер ғой. Просто отырып ішіміз пысап кетті. Отыруға болмай ма не мама? Соғы. Мармелад жей отыр қой. О, жалықтым, футбол ойнайым деп. Шажықыт. Олар не келмейді? Бірақ құр отырсыңдар ғой, ашыңдар. Жүр Айнат, кеттік. Күл қойма, яма, Айнат күл қойма. Қазір! Не болды? Не ашпайсыңдар? Одан қан үстіндер ойсыңдар. Қап-қара болып кетсің ғой, аға. Ағадай. Не, бірсай? Не істейсің? Аға, сен не істейсің қазір? Мен жай маманың бөлмесіне жатам. Біз оны сен бөлмейін жатамыз. Тұрайық. Даусын шағына. Қақтақшы. Ашпайтын әсен. Жоқ қойыншы. Ана жоқ қойды Айнат. Тұраттан кірсікене қолым. Сен қолын жүрейінші. Қоймасын қой. Так, терезені қарайыншы. Маны қалай ашылып тұр? Жарай, ашылып тұра берсінші. Кім ашып болған мұны? Бұлар ма? Бұлар емес. Şu всегда бірнесін қарағанда қайтып болатын еді ғой. 10.000 теңге. Енді бұны кейбірін жұмсайын, одан кейін қалғандарға істеп берейін.
естимін. Ана, дарама күшті екен ноутбукта ше. Мама дарама көріп отыр. Артынан өте қыз. Мама қалайсыз? Мама, жарайды жақсы да пакет жөне ойнаудан келдің ба? Так, ана ақша не? Ештеңе. Ана ақша не? Ештеңе. Қанша теңге ана? Ой, ана достарым берген ақша ғой ана. Маған бізге зат әкеп бер деген мен ақша емес бұл. Менің достарымның ақшасы бұлар. Олар саған жайдан жай бермесінші, ә? Жоқ, олар маған барып сушный пушныйға келді. Ендіге үй ұстап жүрсің. Анау шыныңды білдірме, шыныңды айт. Телефонымды қойып кеттім. Болды ма? Давай мен кеттім. Камерадан қарайыншы, осы бір мама, біз оның не үшін алғанын білеміз. Не үшін? Өйткені біз камераны қойып қойдық. Сіздің камераңыз тауып алдық. Көрейік онда жүр. Мама, біз көрмесек те тәміз екен тығылып түсірдік. Яйнар? Я. Ол, короче, битті. Ол келді да. Так, анам бүкіл затты алып отыр. Сіздің сумкаңыздан барып 30 мың теңгені алып, 20 мың теңгені шкафына салып қойды да, ойбай диван астына салып қойды да, ал қалғанын алып кетті. Ол сіздердің ақшаларыңыз. Ах, бәрем. Әкеші ана ақшаларды. Екеуі тартып берейін, үшеуінен деп алған ақшалар ғой. Рахмет, мама. Рахмет. Жаным, төбе кеттік. Сау болыңыз. Давайте, мама. Давайте. Дарабамды жалғастыра берейін. То есть дарамамды жалғастырайын. Неткен керемет өмір. Айнат, барда, папа, келді өтен бар ақшалар. Салып қой, анаяққа. Қой, папа алып қояды. Папа, жақсы. Тамақ пеш, анау, әсем нақтады. Анаяқта. Әсем тамақ пеш, қарны өлді баш. Жұмыртқа дайындадым саған. Барып, ішіп ал, торт же, макарон же. Қарым ашып кетті. Бәрін жеп қойсам, жақсы, давай. Ұйықтай жүрсің, қолды ұжа. Ана бауырларын көрсін аңлар. Біз ұйықтайға екенбіз. Камераны кім ашып қой? Ана бауырлар. Қой ұйықтайық. Жүр, бауырлар басылып кетті, болсай. Келдім. Ай, келіпсің. Жүр, бауырлар қойық. Жүрлер, жүр. Қойық, отырвақ келдер. Турук, Асия! Турук, ойбай, неге айырылысты? Шеңгік! Бала қойна! Үмітжан деген. Болды, ал кеттік ондай. Ана ақша сіздерге кім берді? Мама! Тұраш. Мама, сені менің тыңған, я, дәл солай, короче, ұйықтайық кеттік.
Сіңіріп кетейік. Ой, есті ұлттадық. Ағың бізбен бірге кеп қопты ғой, ма қалсын. Сен менімен бірге жат. Ема? Бүгін ема? Я. Ой, я мақұл жеріміз болды. Жарайды, мен сен қасыңда. Оны кел пижамаға түсіріп алайық. Мен өзім пижамамды киіп алайын. Так, саған пижам берейін бе? Менде қандай пижам бар саған? Сен өзіңе алып кисе бар. Көйлек жата саған. Жарайды. Саған әкем аттанып тағы шекейін. Сен көріп қоя бір ұятсыз болып жатқаныңды ислам. Ой, ұйықтайық жүр. Апатай, басым ауырып тұрған сияқты. Болды жат, ұйықта. Ой, болды жат, ұйықтасаң жазып кетесің. Ұйықта. Осымен біздің сериямыз аяқталды. Сіздерге осы серия ұнаса, лайк басып, комментария жазып, және подписаться етуді ұмытып кетпеңіздер. Және де, ал біз сериямызды аяқтасақ, осы жерде көргендеріңізге рахмет айтамыз. Сау болыңыздар.